Саламатсыздар ма? Бүгін біз міндетті әлеуметтік төлемдер, соның ішінде пенсионка мен социальныйдың пенясын төлеуді үйренетін боламыз. Ол үшін Каспий KZ мобильный приложениесіне кіріп аламыз. Одан кейін все дегенді басамыз. Осы жерде госуслуги, штрафы и налоги басамыз. Сол кезде платежи для ИП деген бар. Осыны басамыз. И социальное отчисление. Бірінші, мысалы, пенсионканың пенясын төлеуден бастаймыз. Обязательно пенсионные взносы дегенді таңдап аламыз. Осының ішінде выберите тип платежа деген жерде мынандай птичка секілді осындай батырма бар. Осыны басқанда обязательно пенсионные взносы өзі, ол КНП 010 коды осылай болады. Ал пенясы бөлек КНП 019. Пеня төлейтін кезде осыны КНП 019 дегенді таңдаймыз обязательно. И период оплаты. Естеріңізде болсын. Так, пенялар төлеу үшін жалпы қанша айға пеня болса да, тек бір периодты таңдап қана сол общий пеняны төлеуге болады. Мысалы, әр айда мысалы 200-300 пеня жүрген болса, сол бәрін қосып 500 қылып, мысал ретінде пеня жүрген ай, любой пеня жүрген айды басып и окей деп таңдап, то есть қазір мысалы өткен июнь айында жүрген болса, июньді таңдап окей деп басамыз. И пеня кімге төлейміз? ИП иесі өзіне төлесе, кәсіпкер, онда өзінің иін жазады. Сәйкесінше работникке төлесе, работниктің иін жазады. Осылай пеняны төлеп жібересіздер. Одан кейін пенсионка кетті, социальное отчисление. Социальное отчисление тоже осылай. Выберите тип платежа дегенді. Қасында птичканы басамыз, и социальное отчисленияның өзіне төлесеңіз бөлек, ал пеня төлеу ол астында тұр. Міне, пенясын жазамыз, таңдаймыз, одан кейін период оплаты тоже. Любой айды жазып, пеня жүрген любой айды таңдаймыз да, общий бәрін бір платежбен төлесеңіздер болады. Иінді жазамыз, продолжить. Енді иіндарын бәрін толтырғаннан кейін общий сумманы жазып, қосып бәрін бірге төлеп жіберсеңіздер болады.